Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы. Бүгін біз тауықтарға баратын боламыз. Жұмыртқасын жинап, жемдерін беріп кететін боламыз. Сол досымды күтіп отқанмын, айтып едім ғой, оператор болсын, түсіріп берші деп. Соны күтіп отырмыз. Осындай тарапаратыр. Алдында айтқан болатынсыздар. Комментарияға тек несушка бере беруге болмайды. Үйреніп кетеді, соған жаман үйреніп кетіп, тек соны жейді деп айтқан болады. Сондықтан осы тарында беретін боламын. Трауда дала жақсы болып тұр, жып-жылы. Тек кішкене жел болмаса. Ертең плюс 18 болады дейді атырауда. Сол жақсы болды, сол жылы болғаны. Тауықтар жақсы туады еді. Солай. Сіздер құротпай каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер. 5 минут өтті, әлі күтіп отырмыз. Тоңып қалдым кішкене. Бас киім киіп шығу керек, сол капюшон киіп отыр. Қолыма тарым ұстап алып, осындай немен. Сол күтіп отырған. Әлі келген жоқ. Күтеміз енді, істейміз. Оператор керек енді бізге. Қазір осы тауықтарымды сол түсірдіртетін боламын. Өшін достар, бірінші Қаздарды босатып алайық. Достар, міне су алып келатырмын, тап-таза су. Сұртқан жоқ. Тарысымен бірге. Қазір жаққа барамыз. Достар, мен тауықтарға жей берейін. Жақында. Достар, несушка сосын қары беріп жатырмын қазір. Жақсы жейді екен. Қараңыздар. Бәрі жабылып жүріп жатыр, жерлеріне шашайық. Сосын бәрі қалас сатқанда. Достар, тауық қораға келдік. Енді наға бірінші суымды кетсең. Толтырып қоямыз. Қарындарын салып кетсең. Несушкімен араластырып. Міне күнде алдында беріп жүрген несушкіні тарға қосып араластырып береміз. Сіздер комментария жазып кетіңіздер. Несушка беремеу керек деп. Соған міне араластырып беріп жатырмын.
араластырды. Жақсы жейді екен тарыны да. İçine de jim tattık. Dostlar, mine bir tavuk жерге туып кеткен. Мына жерге қойып берейік. Достар, мына жаққа да жұмыртқалар туады. Кеткен, ішіне кірейік. Бәріне жүндерін таптайтын боламын. Міне, таптадық. Мен қалған қаздарға қалдырамын. Міне, жүйет. Енді келесіде осыларға аралас жем алатын боламыз. Несушкіге үйреніп үшін. Қаздың, тауықтың жұмыртқалары. Достар, мені тауықтар жеп қойған, енді қаздарға салайын. Қаздарды кіргізетін боламыз. Жұмыртқаларын жинап алатын боламыз. Достар, қаздар туғаннан соң қарап кетейін. Достар, екі жұмыртқа туған. Көбек, атыс şu. Dostlar, бірінші мен қаздар жұмыртқаларын жинап алатын боламыз. 2, 3, қаздың жұмыртқасын санап жатырмын. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бүгін осы жұмыртқаларды салатын боламын. 11 қаздың жұмыртқасын инкубаторға саламын. Мен тауықтықын санайын. 2. Қатупта 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Мына мен достар бірнеше күн жинаған жоқпын. 8, 9, 10, 11. Қазір енді ішінен көретін боламыз. 12 тауықты. Міне 12, мына бірінші ада. 14, 15, 16. 17, 18. 19, 20. Жақсы туған екен. 22. Енді үшінші жерсін қара жейді. 24. 25. 25, 26, 27, 28. Тауықтар жем жақсы жеп жатыр. 6 жұмыртқа жинай береді. 29, 30, 31.
Достар, үлкен жұмыртқа екен, қараңыздар. Бір жұмыртқаны салыстырып жіберейік. Міне, достар, үлкен. Мына жұмыртқа үлкен екен. Қанша ол? 33, 34 жұмыртқа. Осынша. Бүгін қаздықтан инкубация салатын боламыз. Алыс кетіп. Достар, осымен осы 11 қаздың жұмыртқасы, 34 тауықтың жұмыртқасы жақсы көрсеткіш. Ал біз оны ендеше қоштасайық. Қош сау болыңыздар.